Қазақ ұлты жер бетінен жойылып кетуі бек мүмкін еді. Қазақ ұлты дінінен жеріп, салт дәстүрінен айырылып қалудың азақ алдында тұрған. Қазақ жерінде қазіргідей мешіттердің болуы екіталай еді. Қазақ қоғамы қара бүркеніп, қара домалақтар қару асынып кетуге шақ қалған. Бірақ осының барлығына төтеп берген адам бар. Ол Рәтбек Қажы Нысанбайұлы. Көпшілік Рәтбек Қажыны Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тұңғыш бас мүфтиі ретінде таниды. Бірақ ол кісінің орталық Азияға ықпалы бар ғалым. Осы күні елге танымал имамдардың барлығына ұстаз, жеті тілді білген полиглот, қасиетті Құран кітабын қазақ тіліне аударған тәржімашы екенін кейбіріміз білмейміз. Қылышынан қан тамып тұрған советтік дәуірдің өзінде ешкімнен қорықпай, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын құрып, дінге бостандық алып берген де әуелі осы кісі. Ол былай болған еді. Совет билігі құрылған уақытта елде діни наным сенімге толық тыйым салынды. Мешіттердің барлығын жауып тастады. Атеистік көзқарасты санамызға мықтап тоқуға тырысты. Қаймана қазақ жұрты ата дінінен бірте-бірте қол үзе бастады. Сөйтіп жүргенде екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Фашистік Германия Совет одағын жаулап жатқан кез. Ұмытпасам, 1943 жыл болу керек. Міне сол кезде Өзбектен шыққан дін білгірі Ешон Бабахан Сталинмен кездеседі. Ол вақытта Сталинградтың өзі немістердің қоршауында болған. Не істерін білмей әбден басы қатқан Сталин әлгі Бабаханнан ақыл сұрайды. Соғыста кім жеңеді дейді. Ол мүдірместен Совет одағы жеңеді деп жауап береді. Бірақ ол үшін дінімізге еркіндік берші деп қолқа салыпты. Арада көп өтпей Орта Азия және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрылады. Бәлкім сәйкестік болар, әлде осы бір факторда әсер еткен шығар. Немістер көп ұзамай қирай жеңіліп шегіне бастайды. Әлгінде айтқан Орта Азия және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қарақалпақстан қатарлы 6 республика қарады. Осы 6 республиканың діни орталығы Ташкентте болды. Басқаша айтқанда, Қазақстанның саясаты Мәскеуге, ал діні Ташкентке байланып тұрды. Біздегі имамдар толықтай сол Ташкентке бағынышты еді. Олардың ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған мезет. Міне, осы бұғаудан қазақ жұртын Рәтбек Қажы Нысанбайұлы құтқарды. Ташкентке бағынып тұрғанда қазақтан имам екеу-ақ. Демек қазақты бұлар қарамаған. Басқа ұлттан қоя берген. Демек қазақ дінді білмейдіге кеткен. Қазақ дінге ықыласы жоқ халық болып шыққан. Тура ма? Тура. Бұл үлкен қиянат емес па? Бұл маған қатты батты. Дінді ашқаннан кейін өзім оқыттым бар. Өзім университетті аштым, өзім оқыттым. Демей 4 жылдық оқуды 2 жылда бітіретін қып, 2 жылда бітіріп, 4 жылдықтан артысқан имамдар шығардым. Бойы ұзын, тілге шешен, қырағаты күшті қазақ балдарды Өзбекстан шекарасына қойдым. Өзбектер көріп Рәтбек ака, бұл қанақа 4 жылдық оқуды 2 жылда шынақа алышқа болады ма? Деп олар келеді, қазақ зерек халық болады деп. Мені сөйтіп Қазақстанды гүлдендірген адам болмайды. Ол кісі 1969-1975 жылдар аралығында Ливия университетінде шариғат және халықаралық заң факультетінде білім алды. Аталған оқу орнын тек 2 түлек үздік бітіріп шыққан, соның бірі біздің Рәтбек Қажы. Оқуды тәмамдаған соң елге оралды. Көп ұзамай Орта Азия және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын уақытша басқарды. Бірақ бұл қызметте ұзақ тұрақтап қалмады, өйткені бар арман мұраты осы діни басқарманы Ташкенттен бөліп алып дербес ұйым құру еді. Олай етпесе, елдегі діни ахуалдың одан бетер ушыға түсерін терең түсінді. Тап сол кезеңде миссионерлердің қарасы қалыңдай бастаған. Дүмшелер жер-жерде діни уағыз насихат жүргізіп, ел ішін лаңдап жатты. Ал оларға шара қолдану үшін құзырет қажет болды.
Осыны түсінген Рәтбек қажы совет билігінің тілін тауып, ақыры 1990 жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын құрды. Сөйтіп, деструктивті идеология таратып жүргендерді елден толық аластатты. Ол кісі муфтият басқарып тұрған кезде өзге ағымда жүргендердің ешбірі еліміздің табалдырығын аттап баспады. Менің уақытымда уахаби, салафит, таблиғ деген нәрселер опшы болған емес. Ондай атымен жоқ, сатымен жоқ. Тек ислам діні болды. Өйткені олар менен сескенеді. Пакистаныңда біледі, арабтарыңда біледі. Діни басқарма құрылмай тұрған уақытта Қазақстанда небәрі 25 мешіт бар еді. Рәтбек қажы мүфти атанған соң олардың санын 2500-ге дейін жеткізді. Қазір елге танылған, беделі бар қажылардың барлығы дерлік осы кісіні ұстаз тұтады. Себебі Рәтбек қажы талай имамның білімін шыңдап, олардың өзге елдерде білім алуына жағдай жасап берді. Рәтбек қажыны Орта Азияда ғана емес, араб мемлекеттері де, тіпті алпауыт елдердің өзі сыйлап құрметтейтін. 30-дан астам мемлекеттің патшасы арнайы шақыртып құрмет көрсеткен. Олардың қатарында Пәкістан президенттері Мұхаммед Аюб хан, Фарух Легари, Палестина көшбасшысы Ясер Арафат, Египет президенті Хосни Мубарак, Индонезия президенті Мухаммед Сухарта, Ливия президенті Муаммар Кадави, Түркия президенттері Тұрғыт Озал, Сүлеймен Демирел бар. 1990 жылы Хосни Мубарак Египеттің ең жоғарғы наградасын табыс еткен. ақш-тың Вашингтон, Нью-Йорк және өзге де штаттарында дәріс оқыды. Азия мен Европаның көптеген елінде арнайы шақыртумен қызмет сапарында болды. Рәтбек қажы Нысанбайұлы араб, ағылшын, неміс тілдерін қоса есептегенде 7 тілді жетік меңгерген полиглот болды. Ол кісі қасиетті Құран кітабын қазақшаға аударған ғұламалардың бірі. Мұны Рәтбек қажының өзі Мүфтият газетіне берген сұхбаттарының бірінде айтады. Белгілі мемлекет қайраткері Өзбекәлі Жәнібековтің жеке өтініші бойынша Құранды қазақшаға аудардым дейді. Ол кітап 200 данамен жарық көрген екен. Қасиетті Құран кітабын алғаш қазақ тіліне тәржімалаған халифа Алтай атамыз мұны жоққа шығаруға әсте болмайды, бірақ Құранның өзге де аудармалары кейін ел арасына тарап жатты. Солардың бірі осы Рәтбек қажының аударған нұсқасы. Рәтбек қажы діни басқарманы тұп-тура 10 жыл басқарды. Ол кісі дінді қоғамның рухани тірегі деп санады. Саяси құралға айналдырған жоқ. Діни фанатизмге еш уақытта жол берген емес. Керісінше қазақтың ұлттық салт дәстүрі мен әдет ғұрпын осы ислам дінімен ұштастыруға тырысты. Қыз балалардың никап киюін еш уақытта қолдамаған. Қазақ салтында бар сәлем салу, жеті шелпек пісіру, марқұмдардың рухына Құран бағыштау сынды салттарды теріс көрген жоқ. Керісінше бұлардың барлығы тәрбиелік мәні бар асыл ғұрпымыз деп ұқтырды. Қазақ шариғатпен емес, дәстүрмен басқарылған деп жиі айтатын. Мұның астарында қазақтың құқықтық, ұлттық мәдениетін қорғау идеясы жатқанын аңғару қиын емес. Дін дәстүрмен қатар келеді. Мәселен, қазақ халқы өзінің дәстүрін ұстамаса, ол дінді ұстай алмайды. Өзінің дәстүрінсіз ол өмір сүре алмайды. Doğru ма? Оны білмеген адамдар қазіргі мына уахаби, салафит, таблиғ сияқтылар болуы мүмкін, оны айтып жүрген. Бірақ бұл әдет құрып, дінмен бірге қайнасу керек. Өйткені ол халықтың өзінің несі. Анау Алладан келген бұйрық. Екеуі бір-бірінен қосылса ғана жұмыс жүреді. Болмаса қалай пайда болады? Рәтбек қажының еңбегі мешіт ашумен немесе діни басқаруды ұйымдастырумен шектелмейді. Ол кісі халықтың санасындағы дін қауіпті құбылыс деген советтік билік орнатқан қорқынышты жоюға күш салды. Исламды имандылық, әділет, ынтымақ ұғымдарымен байланыстырды. Елімізде рухани тәуелсіздіктің қалыптасуына бірден-бір үлес қосқан осы Рәтбек қажы. Бұл пікірмен ешкім дауласа қоймас. Экономикалық тәуелсіздікпен қатар
рухани негізі берік ел ғана болашаққа нық қадам басалады деген түсінік Рәтбек қажының бүкіл қызметінен сезіледі. Рәтбек қажы Нысанбайұлы парламент мәжілісінде депутат болған адам. Осы қызметті атқарып жүрген уақытында дін туралы заң қабылдануына өлшеусіз үлес қосқан көрнекті қайраткер. Қазақстанда діни басқарма құрылмай тұрған уақытта біздің елден ешбір ұлты қазақ мұсылман қажылыққа бара алған жоқ. Өйткені оларға рұқсат берілмейтін. Міне, осы олқылықтың орнын Рәтбек қажы толтыра білді. Сол кісінің ықпалымен қажылық керуені көш түзеді. Тәуелсіз Қазақстандағы алғашқы медреселердің исламдық оқу орындарының іргетасы Рәтбек қажының күш салуымен қаланды. Ол кісі діни насихат саласында көптеген кітаптар мен газет журналдардың басылуына, телерадио хабарлардың түсірілуіне атсалысты. 1994 жылы Қазақстан телерадио корпорациясында орынбасар қызметін атқарып жүргенде телеэфирді Құран аяттарын оқытумен ашатын. Алматыдағы орталық мешітте оқытылған айт намазын ең бірінші болып тікелей эфирде көрсеткен азамат. Біз бұл шығарылымда Рәтбек қажы Нысанбайұлының көзі тірісінде жасап кеткен ізгі амалдарын, елге тигізген пайдасын, Қазақстандағы мұсылман жамағатына жасаған жақсылығын аз-кем болса да айтуға тырыстық. Әрине, ол кісінің артына қалдырған өлшеусіз мұрасын айтып тауысу әсте мүмкін емес. Ал сіз қандай игі істерін білесіз? Бәлкім, естелік ретінде бөлісетін әңгімелеріңіз бар шығар. Бар болса, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіз. Біздің арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мен өз YouTube арнамда осындай тарихи тұлғалар жайында жиі айтыла бермейтін, тасада қалып қойған тұстарды тізбектеуге тырысамын.